أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісінің рахымына бөлесін, Риядус-Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Риядус-Салихин кітабының бәбу фадли даафатил муслимина вал фуқараи вал хамилин, яғни әлсіз, пақыр, кедей мұсылмандардың діндегі орны, олардың абзалдығы немесе жақсылығы жайында бапты өтіп жатырмыз. Осы баптағы үйренетін хадисіміз келесі: وعن عسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. Hadis İmam Buxari және Müslim жеткізген. Hadisті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етуші бұл Усама бин Зайд. Яғни Зайд радиаллаху анхудың пайғамбарымыздың бастапқыда әлгі асырап алып баланы өзінің атын тегін беру тыйым салынбаған кезде Зайдты адамдар Зайд ибн Мұхаммад дейтін еді, Мұхаммадтың баласы дейтін еді. Бірақ кейін Құранда Алла тағала аят түсірді: «Удауһум ли абаихим», оларды өздерінің әкелерімен шақырыңдар деді. Яғни біреуді асырап алып, оған өзіңнің тегіңді беріп, және оны жасырып, оны өзіңнің бел балаң ету дінімізде рұқсат етілмейді. Сол Зайд радиаллаху анхудың баласы Усама осы хадисті риуаят етіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымызға баласындай болып кеткен сахаба Зайд, ал Усама соның ұлы. Усама бин Зайд радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естіген мына хадисін риуаят етіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: «Қумту аля бабил жанна», мен жәннаттың есігінің алдында тұрдым дейді. Есігінің алдында тұрдым. Факана аммату ман дахалахал масакин, қарасам жәннатқа кіргендердің басым көпшілігі міскіндер дейді. Ай-дуафа ал-мустад'афин, мына жерде шархында, яғни бағанағы әлсіз болған, қорғаушысы болмаған бұл дүниеде, ас-сабирин аля-дарра, бастарына түскен қиындыққа сабырлық еткен, уаш-шакирин аля-сарра, жақсылыққа шүкіршілік еткен, сондай міскіндер, жағдайы жоқ кісілер екен дейді. Ва асхабул жадди махбусун. Ал байлар болса шетте оларды тоқтаңдар деп, былайша айтқанда, ұстап тұр дейді. Жәннатқа кіргізбей ұстап тұр. Бірінші болып және жәннаттың тұрғындарының басым көпшілігі болып, жағдайы жоқтар, міскендер, кедейлер кіріп жатыр дейді. Енді осы хадиске қатысты имам ад-Дауди рахимахуллах айтады: «Арджу ан якуна ал-махбусун ахла ат-тафахур
لا أفاضل هذه الأمة الذين كان لهم أموال ووصفهم الله بأنهم سابقون. Әлгі сендер тоқтай тұрыңдар, қазір сендер кірмейсіңдер деп періштелер тоқтатып тұрған, жәннатқа кіре алмай тұрғандар, олар дүниелерімен мақтанып, дүниелерімен масаттанып жүрген адамдар деп үміт етемін. Бұл үмбеттегі ізгі әлгі жақсылықты көп істеген байлар емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың арасында да байлар болды. Усман ибн Аффан, Абдурахман ибн Ауф, тағы да басқа да сол сияқты байлар болды. Олар бүкіл дүниесін Алла жолында сарп етті. Абу Бакр радиаллаху анхудың өзі де сондай бай саудагер кісі болды, дүниесін Алла жолында жұмсады. Мен әлгі тоқтаңдар деп ұстап тұрған олар емес, яғни бай ізгі жандар емес, дүниесін орынсыз жұмсаған, сарап еткен, дүниесін тиісті орынға жұмсамаған, мұқтаждарға көмектеспеген осы үмбеттегі байлар деп білемін дейді. Байлар деп білемін. Өйткені Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын уассабиқун ас-сабиқун, яғни олар озушылар деді. Олар озушылар, бірінші болып жәннатқа кірушілер деді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларынан болған байлар және солардың артынан жүріп, дүниесін Алла жолында жұмсап, дүниесін дінге қызметші еткен адамдар, олар тосылып тұрмайды, яғни кешіктіріліп тұрмайды. Және сондай-ақ басқа да имамдарымыз айтады. Имам Ибн Баттал Мухаллаб деген ғалымнан мына сөзді жеткізеді. Ол кісі айтады: инна aqraba ma yadkhulu bihi al-jannah at-tawadu'u lillah. Адамды жәннатқа кіргізетін нәрселердің бірі бұл Алла жолында кішіпейіл болу дейді. Wa anna ab'ad al-asbab min al-jannah at-takabbur bil-mal. Ал жәннаттан адамды ұзақ ететін себептердің бірі дүниемен тәкаппарлану дейді. Дүниемен тәкаппарлану. Және сондай-ақ айтады: وإنما صار أصحاب الجد محبوسين لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في أموالهم فحبسوا للحساب لما منعوه. Олардың, әлгі байлардың жәннатта бірден кіре алмай ұсталып тұруы, оларды тоқтатып қою, оларды кешіктірудің себебі дейді, олар дүниелеріндегі Алланың ақысын бермегендер дейді. Дүниелеріндегі Алланың ақысын бермеді, сол себепті оларды тоқтатып қойды деді. Және сол істері үшін сұрақ болу үшін, істері үшін сұралулар үшін, жауап беру үшін оларды тоқтатты дейді. فَأَمَّا مَنْ أَدَّى حُقُوقَ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَنِ الْجَنَّةِ. Ал енді дүниесіне қатысты Алланың міндеттерін орындаған адам жәннаттан тоқтатылмайды, оған сен тұра тұр деп айтылмайды дейді. Оған тұра тұр деп айтылмайды. Неге? Өйткені Алла тағала оған дүние берді, ол сол дүниенің шүкіршілігін өтеді, Алланың міндетін орындады, дүние мал мүлкіне қатысты. Жалпы Алла тағаланың дүние мал мүлкімізге қатысты, өзімізге қатысты, бала шағамызға қатысты міндеттер бар ғой. Сол міндеттерін орындайтын болсақ, онда Алла тағала бізді қияметте тосып қоймайды. Имам ары қарай айтады, Мухаллаб рахимахуллах: فَأَمَّا مَنْ أَدَّى حُقُوقَ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْبَسُ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَلِيلٌ. Енді дүниесіне қатысты, дүние мал мүлкіне қатысты Алланың міндеттеген бұйрықтарын орындаған адамдар жәннаттан тосылмайды, яғни олар тоқтатылмайды деді. Илля аннахум қалил, бірақ олар аз деді. Бірақ олар аз. إذ أكثر شأن أهل المال تضييع حقوق الله فيه لأنه محنة وفتنة. Бірақ
байлардың көпшілігінің әдеті Алланың ақысын бермеу деді. Алланың ақысын бермеу, өйткені дүние бұл үлкен сынақ деді. Дүние үлкен сынақ. Әла тара иля қаулихи ва кана аммату ман дахалаха ал-масакин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін оқып көрмейсің бе деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр ғой, жәннатқа кіргендердің басым көпшілігі кедейлер еді дейді. Басым көпшілігі кедейлер еді. Байлар да бар, бірақ байлар аз дейді. Неге? Өйткені байлардың көпшілігінің әдеті дүниесіне қатысты Алланың міндеттерін орындамайды дейді. Көпшілігі. Егер шынымен де осы үмбеттегі байлар өздерінің дүниесіне қатысты Алла тағаланың міндеттерін орындайтын болса түгелдей, онда бұл үмбетте кедейлік проблемасы болмас еді. Бұл үмбетте жағдайы жоқ, жағдайы болмай жүрген адам таппас едіңіз. Имам Ша'рави рахмауллахтың айтқан сөзі бар ғой. Мұсылмандардың арасында қиналып жүрген бір кедейді көрсең, соның ақысын жеген бір байдың бар екендігін біл дейді. Соның ақысын жеген бір байдың бар екендігін біл дейді. Неге? Өйткені тағы бір ғалым айтқандай, біздің үмбеттегі кедейлік проблемасы ол байлардың жоқтығынан болып жатқан проблема емес дейді. Байлары бар, байлары жеткілікті, бірақ сол байлары біріншіден немесе басым көпшілігі біріншіден Алланың бұйрықтарын орындамайды, яғни зекетін бермейді, садақасын бермейді, мұқтажға көмектеспейді, және екіншіден ақшаларын орынсыз жұмсап сырап қылады деді. Сырап қылады. Енді ойлап қараңызшы. Ойлап қараңыз. Мысалы, 200 миллион долларға қанша адамның жағдайын жасауға болады? 200 миллион долларға қанша адамның жағдайын жасауға болады? 100 мыңнан, мысалы, бір адамның үйін 100 мың доллардан есептесеңіз, қанша адамды баспаналы қылуға болады? Қанша адамды баспаналы қылуға болады? Ал енді сол ақшаны бір бай алып, не істеп жатыр? Бір футболистке беріп жатыр, бір жылға. Ойлап қараңыздар. Білесіздер ғой, жаңалықты бәріңіз біліп отырсыздар. Бір адамға беріп отыр. Оған қосымша тағы беріп жатқан дүниелер бар, жағдайын жасау үшін. Енді сол ойын, мысалы, бір үмбеттің қарын тойдырады ма, біреудің жағдайын жақсартады ма? Онда еш нәрсе жоқ. Қана ойлап қараңыз, әшейін бір байдың өзі, әшейін бір ойыншыға сондай ақша жұмсап отыр. Одан басқа тағы да қанша ақшалар жұмсайды. Ал енді соны не деп айтуға болады? Машалла, керемет жолға жұмсап жатыр, тиісті орнына жұмсап жатыр. Сол Алла тағаланың берген нығметін Алла бұйырғандай жұмсап жатыр деп айта аласыз ба? Жоқ, олай емес. Енді сондай қанша байлар бар. Ақшасын бәрін үйге құйып жатқан, яхталарға құйып жатқан, шетелдегі үйлерге құйып жатқан, одан кейін қанша ақшасы шетелдің банкінде тұр. Ол мысалы миллиард, 2 миллиард, 3 миллиард, 4 миллиардтан жинап алған, өмір бойы шалқып өмір сүрген кезде, мысалы, соның қаншасы кетеді? Жартысы да кетпейді. Бірақ ана жақта қалған тұр. Қарап отыратын болсақ, үмбеттегі байлардың проблемасы осы. Біріншіден олар Алла тағала бұйырғандай тиісті орынға ақша жұмсамайды. Екіншіден ақшаларын орынсыз ысырап қылады, орынсыз жұмсайды. Үшіншіден қалғанын тығып қойып ұстап жатыр. Енді шетелге барып, әшейін бір түнде қанша 100 мыңдап ақша жаратып келетіндері бар. Бір тойдағы бір әншіге шетелден алдырғаны үшін, мысалы, соған бір 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион доллар беріп, той істеп жатқандар бар. Біз мына жақта жүргеннен кейін ол нәрсені көп
білмейміз, бірақ шынымен де осы айтып жатқан нәрселер орын алып жатыр дүниеде. Осы өзіміздің елімізде де елден сыртқа шығарылған қанша ақша бар. Сол ақшалардың барлығы сол азаматтардың ақысы. Егер сол берілетін болса, онда жағдай бөлек болар еді. Сол үшін де мына жерде имам Мухаллаб рахимахулла айтып жатыр, жомарт байлар, дүниесін тиісті орынға жұмсаған байлар, олар басқалармен бірге жәннатқа кіреді. Оларды тоқтатып қойып, сендер тоқтаңдар, кейін кіресіңдер, немесе дүниелеріңнің бірінші есебін беріңдер деп айтылмайды. Неге? Өйткені олар дүниесін осы дін жолына, Алла жолына жұмсап өмір сүрген адамдар. Ал бірақ ондайлар аз дейді. Өйткені байлардың басым көпшілігінің істейтін ісі ол бірінші Алла тағаланың бұйрығын орындамау дейді. Өйткені дүние деген ол үлкен фитна. Дүние деген фитна. Жоқ кезде ой, ақша болса үйтерем, бүйтерем деп айту оңай. Ал бірақ болған кезде шынымен де сол айтқаныңдай болу бұл өте қиын нәрсе. Сол үшін де Алла тағала Құран кәрімде وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ дейді. Біреулер Аллаға уәде береді дейді. Аллаға уәде береді. Алла тағала, егер мені байытсаң, мен бай болып кетсем, ләнәссаддақан, біз міндетті түрде садақа береміз, атымтай жомарт боламыз, уәләнәкунанна минас-салихин, ізгілерден боламыз деп осылай айтады. Тек қана Аллаға уәде бермейді, басқаларға да айтады. Әлгі байлар жайында посттардың астына сөйтіп комментарий жазады. Қазір әлеуметтік желіге кірсеңіз, бір бай мысалы 10 миллиард доллар тұратын бір нәрсе сатып алыпты десе, астындағы комментариялар қарасаңыз, не қылады соны? Көріне алып кете ме? Одан да бөліп бермей ме? Одан да больница салмай ма? Одан да мектеп салмай ма? Одан да үйсіз жүргендерге үй салып бермей ме? Жазылып жатқан әңгімелердің барлығы осындай. Мен болғанда үйтерем оны, мен болғанда бүйтерем деп жазады. Алла тағала айтып жатыр. Көп адамдар сөйтіп айтады деді. Алла тағала, мен байтсаң, мен керемет жомарт боламын, адамдардың жағдайын жасап жіберем деп. Бірақ сен сол өзіңнің жағдайыңда, өзіңнің мүмкіндігіңнің шеңберінде көмектесіп жатсың ба? Енді бай болмай тұрып, байдың мүмкіндігі бар, бай емес адамның мүмкіндігі бар. Сен сол өзіңнің мүмкіндігіңнің шеңберінде Алла тағаланың дүниеңе қатысты міндетін орындап жатсың ба, орындап жатқан жоқсың ба? Неге үйтпейді, неге бүйтпейді дейміз. Дұрыс, солай істеу керек. Бірақ соны жазып жатқан сен ертең байысаң, соның орнына соның ісін қайталамауыңа кім кепіл? Айту оңай, оп-оңай. Имамдарымыз айтып жатыр, ол үлкен сынақ деді дүние деген. Дүние деген үлкен сынақ. Қараңыз, қалтаңызда ақшаңыз, жаныңызда сізді қолпаштағыштар, сізді құрметтегіштер, сізді жақсы көргіштер өздері ақ жиналып қалады. Олардың бәрі сізді мақтай береді, ой, сен андайсың, сен мынандайсың деп. Бір күн ойлай бастайсың, мен шынында да мен сондай екенмін деп. Одан кейін сынаған адамдарды жек көре бастайсың. Дүние адамды солай құртады. Сол үшін де сол қолыңа дүние біткен кезде иманың мықты болмаса, дүние жүрегіңе кірсе, онда сен дүниенің құлы болып кетесің. Сахабалардың өзі айтып жатыр. Сахабалардан келген сөз бар. Алла тағала бізді кедейлікпен сынады, біз шыдадық деді. Байлықпен сынаған кезде шыдай алмадық. Өйткені кедейлік,
яғни бір жерде жұмыс істейсің, айына 100.000 теңге айлығың бар, үйің болса болды, болмаса квартира, әйтеуір соған бір нәрсе қылып жеткізесің, қалғанын үйтіп бүйтіп тамаққа жұмсайсың, болды. Сөйтіп қиналып жүресің, басқа не істей аласың? Басқа еш нәрсе істей алмайсың. Қолыңнан не келеді? Қолыңнан еш нәрсе келмейді. Ал енді мына жақта миллиондаған ақшаң бар. Не келеді қолыңнан? Ең бірінші кезекте нені ойлай бастаймыз? Так, 4 қатын орын толтыру керек. Бірінші. Қолынан келе ме? Келеді. Әрқайсысына үй алып беру, жағдай жасап орын келе ме? Келеді. Олардың артынан мамалар шығады, саған бірінші әйеліңнің әңгіме айтып, оған да жағдайын жасап қойып, аузын жабуға жағдайың жете ме? Жетеді, оны да істейсің. Одан кейін не істейсің ары қарай? Так, енді шетелден үй алайын дейсің. Дұрыс па? Жағдайың кеп тұр ма? Кеп тұр. Енді әлемді аралайын дейсің. Жағдайың кеп тұр ма? Кеп тұр. Бала шағамды шетелде оқытайын дейсің. Жағдайың кеп тұр ма? Кеп тұр. Істегің келген нәрсенің бәріне жағдайың кеп тұр. Сонымен жүресің сөйтіп бағанағы. Ол намазхан болып, бағанағы. Намазхан болсаң жарайды, 4 қатын алып, соның жағдайын жасайсың. Ал егер бір қуғынбай болсаң не істейсің? Бағанағы бір яхта аласың да, соның бәрін ішін қыздарға толтырып жүр ғой қазір қанша байлар. Сол жерге миллиондар жұмсап. Басым көпшілігі солай істейді деді. Сол үшін де біздің бағанағы имамдарымыздың айтқан сөзі, бұл үмбеттегі кедейліктің проблемасы, жоқшылықтың проблемасы мұсылмандардың арасында байлардың жоқтығынан емес деді. Байлары бар деді. Егер солардың барлығы қосымша садақа бермей-ақ қойсын, зекетін дұрыстап беретін болса, сол дүниесін тиісті орынға жұмсайтын болса, онда бұл проблеманы шешуге болады деді. Бізде өзі дініміздегі зекет бар, пітір садақасы бар. Одан кейін бағанағы қанша ант ішіп қойып, сол анттан қайтқан кезде төлейтін каффараттар бар. Оразаның каффараты бар. Рамазанда ораза тұта алмаған адамның каффараты бар. Басқа да соның барлығын жинайтын болсаң, соның өзімен біраз проблеманы, біраз мәселені шешуге болады. Және имам Мухаллаб рахимахулла сөзін жалғастырып айтады: وهذا يدل على أن الذين يؤدون حقوق الله في المال ويسلمون من فتنته هم الأقلون. Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр ғой, жәннатқа кіргендердің басым көпшілігі жағдайы жоқтар деді. Бұл сөз байлардың арасында зекетін беріп, садақасын беріп, Алланың міндетін орындап, дүние фитнасынан, дүниенің сынағынан құтылатындар аз деді. Басым көпшілігі дүние сынағынан құтыла алмайды. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін жалғасында айтады: «Ғайра анна асхабан нари қад умира бихим илан нар». Ал енді тозаққа лайық болғандарды Алла тағала оларды тозаққа тастатты дейді. Тозаққа тастады. Мына жерде шархында «Мустахиқуна лаха би куфрин ау маасин мин асхабил жадд». Яғни мына жақта байлар тұр. Сол байлар енді біріншіден дүниесіне есебін беру керек. Енді біреулері күпірліктің себебімен немесе тозаққа түсуге лайық болған күнә істеді, соның себебімен тозаққа лайық болғандарды Алла тағала тозаққа тастады деді. Вақумту аля бабин нар. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр: мен барып тозақтың есігінің алдында тұрдым деді. Тозақтың есігінің алдында тұрдым. Фаиза аммату ман дахалаха ниса. Қарасам, тозаққа кіріп жатқандардың басым көпшілігі әйелдер екен. Басым көпшілігі әйелдер екен деді. Муттафақун алейх, хадисті имам Бухари
және Муслим риуаят еткен. Енді бұл мәселеге қатысты имам ибн Аллан рахмаулла айтады: «Хаза би'атибари ауалил амр». Яғни басында тозаққа кіргендердің басым көпшілігі әйелдер болады. Жәннатта әйелдердің саны аз болып, сосын көбейеді дейді. Сосын көбейеді. Сол үшін айтып жатыр: «Фан-нисау аксару ахлин нар ибтидаан ва аксару ахлил жанна интихаан». Басында тозақтың басым көпшілігі әйелдер болса, кейін жәннаттың басым көпшілігі әйелдер болады деді. Неге? Өйткені егер әлгі әйел тозаққа күнәнің себебімен кіріп жатқан болса, ол тозақта мәңгі қалмайды. Тозақта мәңгі қалмайды, жәннатқа кіреді. Не шапағаттың себебімен, Алла тағала күнәсін кешіріп, немесе соның жазасын өтеп, әйтеуір жәннатқа кіреді. Біз әхлі сүнна білеміз, әхлі сүнна вал жамағаның ақидасы бойынша мұсылман адам тозаққа кіреді. Тозаққа лайық болса, күнәсінің себебімен тозаққа кіреді. Яғни мұсылман адам тозаққа кірмейді деген нәрсе жоқ. Мұсылман адам тозаққа кіреді, егер лайық болса. Бірақ тозақта мәңгі қалмайды. Тозақта мәңгі қалмайды. Оған пайғамбарымыздың шапағаты болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой: «Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати». Тирмизиде риуаят етілген